инклюзивті білім беру, ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке дара мүмкіндіктерін ескере отырып, барлық білім алушылар үшін білім алуға тең қолжетімділікті қамтамасыз ететін процесс. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге ерекше білім беруді қажет ететін балалармен жұмыс жасау кезінде тапсырмаларды қалай дұрыс құрастыру керектігі жөнінде мысалдармен бөлісетін боламын. Әуелі инклюзивті білім беру деген не? Соған тоқталып өтейік. Инклюзивті білім беру жалпы білім беру кеңістігінде ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқыту дегенді білдіреді. Мектеп ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыны оның жеке қажеттіліктеріне қарай табысты оқуы үшін барлық қажетті жағдайлармен және қызметтермен қамтамасыз етуге міндетті. Ерекше білім беру қажеттіліктері дүниежүзілік қоғамдастықтың көптеген елдерінде кең тараған ұғым. Қазақстанда ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға денсаулығына байланысты білім алуда тұрақты немесе уақытша қиындықтарға тап болған және арнайы жалпы білім беретін оқу жоспарлары мен қосымша білім беру бағдарламаларын қажет ететін балалар жатады. Ерекше білім беру қажеттіліктері деген терминнің өзі қолданылу аясы өте кең. Атап айтқанда, дене бітімі, психикалық ерекшеліктері, қабылдауы мен мінез құлқы бұзылған балалар, созылмалы аурулары бар балалар, ауруханада немесе үйде ұзақ уақыт емделіп жүрген балалар, эмоционалдық проблемалары бар балалар, тұрмысы қолайсыз отбасылардан шыққан балалар, жетім балалар, немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, зорлық-зомбылық көрген балалар, әскери жанжалдар аймақтарынан шыққан немесе босқындар мен қоныс аударған адамдарға қатысты қолданылады. Бұл терминдерді дарынды балаларға қатысты да қолдануға болады. Өйткені дарынды балалардың да ерекше қажеттіліктері бар. Яғни олардың талантын дамыту керек, жеке қасиеттерін ашу қажет. Ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалау мен қолдауды тікелей мұғалім жүзеге асырады. Сондықтан, ерекше білім беру қажеттілігі анықталған балалармен жұмыс жасау үшін әр педагог күнделікті қысқа мерзімді жоспарында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға көрсететін қолдауын дұрыс жоспарлау керек. Соның бір үлгісі ретінде мен сіздерге қысқа мерзімді жоспарымды таныстырып өтейін. Жоспарында оқу мақсатына сәйкес жалпы сынып оқушыларына алынған тапсырмаларды ерекше білім беруді қажет ететін балаларға тура сол күйінше ұсына алмаймыз. Ол тапсырмаларды ерекше білім беруді қажет ететін балалардың жағдайына, диагнозына сәйкестендіріп бейімдейміз. Ол жоспарға тоқталмас бұрын сіздерге бір қысқаша әңгімені оқып берейін. Жақсы көрші туралы тәмсіл. Бір күні серуендеп жүріп, аяқ астында жатқан жапыраққа көзім түсті. Жапырақ жартылай солып қалғанмен, одан жағымды хош иіс шығып тұр. Мен оны жерден көтеріп алып, құмарлана иіскедім. Сенің хош иісің мұрнымды жарды, Раушангүлдің жапырағысың ба? Деп сұрадым жапырақтан. Жоқ, бірақ мен біраз уақыт Раушангүлдердің арасында болдым. Содан бұлар менен хош иістің аңқып тұрғаны, деп жауап берді жапырақ. Бұл әңгімеден шығатын қорытынды мынадай. Біз күнделікті сабақ беру барысында ілім білімді оқушының бойына қалай бар солай құя салмаймыз. Біз әр оқушының ерекшелігін ескереміз. Ерекше білім беру қажеттілігі бар бала сыныпта басқа балалармен тең құқылы білім алған кезде осындай міне жапырақ сияқты, Раушангүлдердің арасында өмір сүрген жапырақ сияқты, олар да басқа балалармен қатар солармен тең дәрежеде білім, білік, дағдыларды алып шығатын болады. Құрметті ұстаздар, енді мен сіздерге өзімнің қысқа мерзімді жоспарымды таныстырып өтейін. Сіздер үшпе әдісімен жасалған менің қысқа мерзімді жоспарымды осыған дейінгі видеоларда көріп, біліп, үйреніп алдыңыздар, я? Енді осы жоспарға мен ерекше білім беруді қажет ететін оқушыларға тапсырманы енгізетін боламын. Мінекей, естеріңізде болса, үшпе әдісінің бірінші қадамында, яғни презентация кезеңінде оқушылар топпен жұмыс жасады. Сілтеу есімдігіне анықтама беріп, мысал келтірді. Сол кезде барлық оқушыға тапсырма бірдей берілгенмен, мысалы, ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушы деп сөйлеу тілінің бұзылысы бар оқушыны алуымызға болады. Егер сыныбыңызда сөйлеу тілінің бұзылысы бар оқушы болса, оған сіз педагогикалық қолдауды қалай көрсетесіз?
Ерекше білім беру қажеттілігі, яғни сөйлеу тілінің бұзылысы бар оқушыны мұғалім үстеліне жақын тұрған партаға отырғызып, өзін ұжымнан шеттетілгендей сезінбес үшін топпен жұмыста белсене қатысуына қолдау жасау керек. Бала топта хатшының қызметін атқаратындығы және өзге оқушылардың айтқан мәліметтерін посттерге жазып отыратындығы тапсырылады. Яғни ол дұрыс сөйлей алмаса да, бірақ жаза алады. Сондықтан оған хатшылық қызметті ұсынған өте жақсы әсер етеді. Ол ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушы топтасады, бірлесе талқылайды, топта хатшының қызметін атқарады және сұрақтардың жауабын жазып отырады. Бұл міне педагогикалық қолдаудың бір түрі. Ал енді екінші қадамда, практика кезеңінде бізде мәтінге байланысты тапсырма берілген болатын. Барлық оқушыларға осындай тапсырма беріледі. Мәтіндегі сілтеу есімдігін тауып, оның сөйлемдегі қызметін анықтау керек, дәптерге жазу керек, негізгі қосымша ақпараттарды анықтау керек. Енді осы жерде біз аутизм спектрінің бұзылысы бар оқушыны алатын болсақ, мысалы ретінде, әрине, сыныбыңызда аутизм спектрінің бұзылысы бар оқушы болса, оған педагогикалық қолдауды қалай көрсетесің? Яғни ондай оқушыны бақылау және қолдау үшін мұғалімге жақын тұрған партаға отырғызады. Оның мақсат қою мен жоспарлауда қиындықтары бар екендігін ескере отырып, тапсырманы өте қарапайым үлгіде және біртіндеп ұсынуымыз керек. Егер біз тапсырманың барлығын үш тапсырманы бірден алдына қоятын болсақ, аутизм спектрінің бұзылысы бар оқушының алдына қоятын болсақ, онда оған ол қиындық болып және үлкен проблема болып көрінеді. Сондықтан да біз біртіндеп ұсынуымыз керек. Жайлап қарапайым үлгіде ұсынамыз. Алғашқы тапсырманы орындау барысында аутизм спектрінің бұзылысы бар оқушыға қиындық тудырмас үшін сілтеу есімдігінің түрлері жазылған қима қағазды, сын есімнің орнына жұмсалып тұрған есімдікті зат есімнің орнына қолдану бойынша үлгіні қоса ұсынғанымыз жөн болады. Міне қима қағаздар енді өзіңіз ыңғайына қарай жасайсыз. Ол жерде сілтеу есімдіктері деп анықтап көрсетіп қоясыз. Өйткені аутизм спектрінің бұзылысы бар оқушыға мақсат қою мен жоспарлауда қиындықтар бар болғандықтан кейін осындай қолдаулар оларға аса қажет. Мінекей, екінші тапсырманы берген кезде мынадай кесте түрінде біз үлгісін қоса көрсетіп, астын сызып тұрып мысалдарды ұсына аламыз. Одан кейін үшіншісінде міне негізгі ақпаратты анықта, қосымша ақпаратты анықта деген кезде тірек сөздер беріп отырамыз қосымша. Бұндай қолдау жасау аутизм спектрі бұзылысы бар оқушыларға әрине өте қажет ақ. Ал енді бұл жерде шығатын қорытынды міне, ол жұбымен бірге ақылдасады, мәтінді бірлесе оқиды, берілген тапсырманы жұбымен бірлесе отырып орындайды, негізгі ақпаратты мәтіннен анықтайды. Ол да басқа оқушылар сияқты оқу мақсатына жете алады. Әрине ол мұғалімнің көрсеткен педагогикалық қолдауының арқасында. Ал енді 3П әдісінің үшінші кезеңінде біз жеке тапсырма береміз дедік, және жеке тапсырмада жағдаяттық тапсырма ұсындық, және оны ауызша айтып беру керек. Ал егер сізде сыныбыңызда сөйлеу тілінің бұзылысы бар оқушы болса, оған педагогикалық қолдауды қалай көрсетесіз? Ол үшін міне сөйлеу тілінің бұзылысы бар оқушыға тапсырманы жазбаша орындауға мүмкіндік беруіміз қажет, және міндетті түрде қосымша уақыт беруіміз керек. Өйткені жазуға көп уақыт кетеді ғой, сондықтан оған қосымша уақыт беру керек. Тек қана айырмашылығы сол, оған да осындай жағдаяттық тапсырманы береміз сөйлеу тілінің бұзылысы бар оқушыға, бірақ дәптерге жазбаша түрінде орындауды тапсырамыз. Оқушы жағдаяттық сұраққа жазбаша жауап береді, жауаптарында сілтеу есімдіктерін қолданады, астын сызады. Мінекей, бұл біздің ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларға қандай да осы тапсырманы ыңғайлап, бейімдеп берудің бір үлгісі болып табылады. Алдағы уақытта сіздерге ерекше білім беруді қажет ететін оқушыларға тапсырманы бейімдеу жолдары қызық болатын болса, немесе ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларға қандай педагогикалық қолдау көрсететіндігі қызық болатын болса, комментарий бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Сіздердің сұраныстарыңыз бойынша алдағы уақытта да ерекше білім беруді қажет ететін оқушылармен жұмыс жасаудың үлгілерін, мысалдарын сіздерге көрсетіп отыратын боламын. Инклюзивті білім беру бұл сапалы білімнің барлығына бірдей қолжетімділігі деген сөз. Сондықтан барлық оқушы бірдей
білім алуға құқылы. Тек сол білімді ұйымдастыруда мұғалімнің рөлі ерекше зор болып табылады. Құрметті ұстаздар, жұмыстарыңызға сәттілік және шығармашылық табыс тілеймін. Қош сау болыңыздар.